Сәлем достар, мен бүгін сіздерге асқабақ қосылған оладьидің жасалу жолын көрсететін боламын. Ол үшін алдымен асқабағымызды теркадан өткізіп аламыз. Асқабағымызды теркадан өткізіп болған соң сковородкамызға сливочный май салып ерітіп аламыз. Сосын майдың үстіне асқабағымызды салып
бетін 20 минутқа жауып қоямыз. Асқабақ піскенше астын жағып қоямыз. Асқабағымыз пісті. Енді оны ыдысқа салып, кішкене езіп аламыз. Асқабағымыз пісті. Енді оладьидың тестасын дайындайтын боламыз. Ол үшін 3 жұмыртқамызды, қантымызды салып араластырамыз. Содан соң айран, 1 қасық сұйық май, асқабағымызды, ұнымызды салып жақсылап араластырып аламыз. Сосын кішкене жарты шай қасық ас содасын салып араластырамыз.
Testamiz dayın. Endi skоворodkani gazga qo'yib, qizdirib, suyuq mayмен maylab olamiz. Ko'p maylamaymiz. Sal g'ana jag'ib maylasak jetedi. So'sin qizib turgan skоворodkaga testamizni videodag'day quyib, pishirib olamiz.
рецептimiz ерекше әрі өте дәмді болып шықты. Сіздер де жасап көріңіздер. Және де менің каналыма тіркеліп қоңыраушаны басып кетіңіз.